Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Бүгінгі жаратылыстану сабағының тақырыбы уақыттың адам өміріндегі маңызы. Бүгінгі сабақта адам өмірінде уақыттың маңыздылығын түсінесіз. Уақытты өлшеу құралдарын анықтайсыз. Және де қоршаған дүниедегі құбылыстарға бақылау жүргізесіз. Ал балалар, сіздерге мынадай сұрағым бар. Уақыт дегенді қалай түсінесіздер? Уақытты анықтауға бола ма? Иә, дұрыс айтасыздар балалар. Уақыт дегеніміз ол секунд, минут, сағат, тәулік, апта, ай, жыл, ғасыр. Әрине, уақытты осы өлшеу құралдарымен анықтаймыз. Қазіргі уақытта әрбір жетістікке жеткісі келген адам ең алдымен уақытты басқарып үйрену шарт. Уақыт ақша деген ұғым береді. Яғни бізге берілген мүмкіндік. Оны дұрыс пайдалануды үйренсек, бізден бақытты адам жоқ. Ол үшін күн тәртібін дұрыс құрастыру қажет. Айналамыздағы кез келген дене өзгереді. Мысалы, бүгін гүлдің тұқымын отырғыздық. Оған су құямыз, топырағын қопсытамыз. Бірнеше күннен соң оның сабағы өседі. Тағы бірнеше күннен соң ол гүлдейді. Осы уақытта біраз уақыт өтеді. Дәл осылай адам өмірінің негізгі кезеңдерде белгілі уақыт аралығында өзгереді. Яғни, нәресте болып туылып, бүлдіршін, балақай, жас жігіт, жігіт ағасы, ақсақал болып өзгереді. Уақыт өте, олар өседі, өзгереді. Ал балалар, мына суретті бақылайық. Қай көлік қалай қозғалады? Бір жерден екінші жерге алдымен қай көлік жылдам жетеді және уақыт үнемдейді? Иә, дұрыс айтасыздар. Әрине, алдымен ұшақ жылдам жетті және уақыт үнемдеді. Білгенің жөн. Қайда кешуге болмайды? Мектепке, жұмысқа, дәрігерге, ұшаққа, пойызға кешуге болмайды. Үлгеру үшін уақытты білу қажет. Ал балалар, назарымызды суретке аударайық. Оқушылар кітап оқуға және тамақтануға қанша уақыт жұмсады? Салыстырып көрейік. Ол үшін сағатқа назар аударайық. Дұрыс айтасыздар оқушылар. Кітап оқуға 30 минут уақыт, ал тамақтануға 15 минут уақыт жұмсады. Қас пен көздің арасы халықтық өлшем. Лезде, тез, жылдам деген мағынаны білдіреді. Бейнематериалға назар аударайық. Алан, маған үй тапсырмасын орындауға көмектесе аласың ба? Әрине, қане қарап көрейін. Мінекей, менің күн тәртібім тақырыбына мәтін жазу керек. Керемет тақырып. Ендіше, өз күн тәртібің туралы жаза ғой. Мен таңертең сағат 7-де тұрамын. Жаттығу жасаймын. Жуынамын. Төсегімді жинаймын. Сосын тамақтанамын. Одан кейін мектепке жаяу барамын. Сағат 8-де сабақ басталады. Жарайсың, Дана. Ал енді сен түскі уақытың туралы не жаза аласың? Мен түскі асты мектептен келгеннен кейін ішемін. Ары қарай достарыммен ойын алаңында ойын ойнаймыз. Енді кешкі уақыттағы күн тәртібің туралы жаз. Жарайды. Мен кешкі сағат 5-те үй тапсырмасын орындаймын. Кешкі астан кейін мен ата-анама үй жұмыстарына көмектесемін. Теледидар көремін. Сағат 10-да ұйықтаймын. Тамаша. Ал балалар, бір сағатта не істеуге болады? Бір күнде ше?
бір сағатта сабақ оқуға болады, бір сағатта серуендеуге болады. Дұрыс айтасыздар. Ал бір күнде ше? Бір күнде таңғы жаттығуды жасауға, таңғы асты ішуге, мектепке барып келуге, дүкенге барып келуге, теледидар көруге, сабақ оқуға, кешкі серуенге шығуға болады. Тағы да көп нәрсе істеуге болады. Дұрыс айтасыздар, балалар. Ал енді оқушылар, мынау Word платформасы арқылы бүгінгі алған білімімізді қорытындылайық. Өте тамаша, балалар. Бүгінгі сабақта белсенді қатыстыңыздар. Жарайсыздар. Балалар, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабақ ұнаған болса, бас бармақ әдісімен көрсетулеріңізге болады. Осымен, балалар, жаратылыстану сабағы аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Күн тәртібін сақтайық, балалар.